Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы HTML тілінде кесте құру. Сабақтың мақсаты веб парақшаларын әзірлейді, HTML тілде кестелермен жұмыс жасауды меңгереді, кестелерді шығару тектерін біледі. Бағалау критерийлері: веб парақшаларын әзірлеуде HTML тектерін қолданады, кестені өзгертетін атрибуттарды анықтайды, кесте границаларын безендіреді. Кестелер HTML құжатының маңызды бөлігі болып табылады. Ол тік бағандар мен көлденең жолдардан тұратын тік бұрышты тор. Яшық, мәтіннен, графикадан немесе басқа бір шағын кестеден тұруы мүмкін. Кесте жолдар бойымен толтырылады. Әрбір яшыққа мәліметтер енгізіледі. Кесте негізгі 3 бөліктерден тұрады. Кесте атауынан, бағандар тақырыбынан, яшықтардан. Кесте құру кезіндегі тектермен таныс болыңыздар. Кесте жасау үшін тейбл ашылу және тейбл жабылу тектерінің көмегімен орындалады. Кесте тақырыбы caption ашылу және caption жабылу тектерімен жазылады. Әрбір жол TR ашылу және TR жабылу тектері арқылы құрылады. Бағандар TD ашылу және TD жабылу немесе TH ашылу және TH тектері арқылы анықталады. Кесте жақтаулары сызығының пиксельмен берілген қалыңдығы border. Кестеге суретті фон ретінде береді background. Кесте енін анықтайтын бүтін сан, оның мәні пиксельмен немесе процентпен беріледі white. Кесте торының ішкі фонтысын тағайындайтын BGSO'лар. Бірнеше жолды біріктіру round span. Кесте яшығының жиегінен және оның мазмұнының арақашықтығын анықтайды cell spacing. Бірінші тапсырмамызда сіздермен жолдар және бағаналары нөмірлермен қиылысатын кесте құрамыз. Жұмыстың ашылу тегі HTML-мен бастаймыз. Беттің негізгі сипаттамасын беретін тек head, одан кейін мазмұн беретін body, caption кесте атауы, TR жолдың тегі, TH, TD бағаналар тегі. Бұл жерде 3 бағана 3 жолдан тұратын кесте құрылды. TD және TH тектері бірдей қызмет атқарады. TDH тегі кестенің бірінші жолында орналасады. Екінші тапсырмамызда яшықты күлгін түске бояп, кесте жиегін ен өлшемін беретін тапсырма орындаймыз. Жұмыстың ашылу тегі, head сипаттамасы, title тақырыбы, body мазмұны, table weight кесте енін анықтайтын тек, BGSO'лар кесте торының ішкі фонтысын беретін тек, border жақтаулар сызығының қалыңдығын беретін тек. Border берілмесе, жақтау сызықтары көрсетілмейді. Caption кесте тақырыбын беретін тек. Бұл жерде 3 бағана 3 жолдан тұратын кесте құрылды. TR жолдың тегі,
th, td, яғни бағаналарды беретін тек. Соңында жабылу тектер жазылады. Сіздер бірінші, екінші тапсырмаларды Google формада берілген сұрақтарға жауап бересіздер. Үшінші, төртінші тапсырмаларды WordWall сервисінде HTML тектері мен атрибуттарын салыстырасыздар. Бесінші, алтыншы тапсырма Learning Apps сервисі арқылы кесте құру жолы көрсетілген, соны рет-ретімен орналастырасыздар. Бүгінгі сабақтың 2 жұлдыз бір тілек кері байлансын Classroom Screen сервисінде және табыс сатысы рефлексиясын Miro сервисінде орындаңыздар. Барлық тапсырмаларды осы көрсетілген сілтеме арқылы орындап, Platons платформасына жүктейсіздер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.